дәл магазиндегіндей жұп-жұмсақ булочкаларды үй жағдайында бірге жасап көрейік. Толық рецепті описанияда қалдырамын. Ең алдымен опара дайындап аламыз. Жылы сүтімізге жылы суды құйып, үстінен қант салып, құрғақ дрожжимізді салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен 2-3 ас қасық ұн салып, жақсылап араластырып, жылы жерге көтерілуге алып қоямыз. 2 есе көтерілген массамыздың үстінен сұйық майымызды құйып, жұмыртқамызды салып, 1 шымшын тұз салып, жақсылап араластырып, ұнымызды бөліп салып, жұмсақ қолға жабысатындай қамыр илеп аламыз. Дайын қамырымызды жылы жерге 30 минутқа көтерілуге алып қоямыз. Көтерілген қамырымыздың үстінен 1 рет басып, бөліктерге бөліп аламыз. Мен әрбір бөлікті 50 граммнан етіп алдым. Әрбір бөлікті домалақ пішінге келтіріп, арасын ашықтау етіп, листімізге теріп алып,